Қандай керемет көрініс. Ақ жаулық, ақ кимешек аналарға қандай жарасып тұр. Осы әжелер ғой бір халықты тәрбиелеп отырған. Көптен бері осындай ақ кимешек көрмей кеткен кісілер көрсінші. Бүкіл қазақ елі, бүкіл әлем көрсінші ағайындар. Жан-жаққа таратыңыздаршы. Біз ұялатын ештеңе жоқ, қараңыздаршы. Қандай керемет. Тек наурызда ғана емес, әр жиын тойда неге әжелеріміз осындай әдем боп киіп жүрмейді? Неге біз өзіміздің киімімізден ұяламыз? Біз бұл тәкаппарлық емес пе? Басқа біреудің бір тыржалаңаштап жарты денеңізді киім кимей, жарты денеңіз жалаңаш болып жүргеннен мынау әлде қайда артық қой. Осы әжелер бүкіл қазақ еліне, бүкіл түркі жұртына үлгі болсыншы. Қайдағы бір қап-қараны орап алмай, өзіміздің міне жарқын жүзі мейірімге толы аналарымыз аман болсыншы. Осы әжелеріміз бүкіл халықты, бір ұлтты тәрбиелеп отыр ғой. Осы кісілерден үлгі алайықшы. Жалғап таратып, қолдап, жан-жаққа бөлісіп қойыңыздаршы, себепкер болыңыздаршы.